Sabit, Altaylı deйтін жігіт. Al ендігім бар, жеткізетін 32-ге. Жұмағалиев Қуанышкерейдің баласы. Конкурстан тыс қатынасып тұр, ақша алмайды. Nasıl gidiyor sen? Көз жазғаның жасқансаң бейіңе, қындырмайсың ештеме қол ұшымен, көтермесең бәрінде иығымен деген бақытжан сөз алады. Барлық қайғы. Соңғы кезде ұмыт болған аспар рәсіміне қош келдіңіздер. Бұл бүгінгі бағанағы әкелер айтқандай, бұл бір асу немесе тасу емес, я барлықтан мынау бақтер екеумізден кейінгі ұрпақтардың қала берді. Сол әкемізді көрген әкелердің, аналардың, апалардың мынау ауылға осыдан 23 жыл бұрын от болып түскен бүгінгі күні соның жалыны ғана, сәулесі ғана қалған өмір осының барлығын ұмыт қылғандай болып жатқан уақытта өлгесін. Біз ағайын тума неше ұрпақтармен ақылдаса келе осы бір ескіден қалған дәстүрді қайтадан жаңартып сіздермен әкемізбенен әкеміз Өтешқалидың шешеміздің ықпалында еске алып, бүгінгі күні дастархан басында мәжіліс құруды құп көргенбіз. Бәріңізде бүгін мен не Рахметқалидың, не басқаның емес, не менің емес, Өтешқалидың аруағын соғысының қонағымыз деп келіп жатқан сіздерге бас иіп рахметімді айтамын. Енді мынау бұрын әкеміз өмірден өткенде Өрекең болар, Өрекең бар, басқа да ағайындар бар, 4-5 жылға дейін әкең өлсе де әкеңді көрген өлмесін деген әкеміздің қатары үйге келіп, ол уақытта заман солай болған болар, бармен күшігімізше арағымызды ішіп, бір 2-3 жыл еске алдық.
бер жағында бәрі де ұмыт болды. Енді жаңағы Емекен әкеміз айтады, датчамыздың атсастар деп. Мынау 20 жыл толғанда заманның жаңағы коммунистік партия орнап тұрған заманында ағайын тумаменен, әкелерменен бас құрап, бір әкеміз еске алсақ дейтін өзім ой пікірім болған. Бертін келе сосын қандай тұжырымға келіп тоқтап қалдым. Біз әкеміз өмірден өткенде 15 жаста, шешеміз өмірден өткенде жаңағы армия қатарында болып, өз басым сол уақытта қолымнан келсе солар оқытам, семья қылам дейтін уәдем бар еді. Солар бұйырымыз болса 6-7-ке келеді, той болса жасаймыз ғой. 25 жыл болады, әкемізге, шешемізге 20 жыл болады. Сол уақытта жаңағы бір тойын жасармыз дейтін ой болған. Манағы айтқандай, сол ағалардың, ағайын туманың, сіздердің арқаларыңызда бүгін сол тойымызды жасап жатырмыз деп есептеймін. Енді мынау бана айттым ғой, әкені көрсе, әкем өлсе де әкені көрген өлмесін деп. Ортада отырған әкемнің құрдастарына тағы да сол бер жағында буынымызға атып, еңбекті араласып, азамат болып, осындай дәреже еткенше әртүрлі көмек көрсеткен әкелер мен аналарға ең кіші жол сөз айтқан басым деп тағы да рахметімді айтамын. Енді дұрыс бана осы өткіземіз дегеннің бір қарай асап өтеміз. Өрекең бар, үшеуміз ақылдасамыз ғой. Бұл жиналып алған жұрт біздің жерде әкесіне өлгенін тойлап жатыр дейтін кітаптан оқыған болмаса басқа болмайды. Бұның өзі қалай болар екен дейтіндер ой пікірлер туып жатты. Түп көтеріне келгенде не болғанда да әкесі артып бұрынғы аталардың аруағын солардан бері қарай қозғап сіздерменен бір еске алсақ дейтін ниетпенен бас құрап жатырмыз деп жаңа айттым. Енді мынау Өрекең ағамыз, Өрекең бар, Емекен әкеміз бар. Бұл кісілер әсіресе шаңырақтың жаңағы қазығы Өрекеңге, екінші қазық Қуекеңнің шаңырағына өз басым жаңағы рахметімді айтып отырып, бұл кісілердің енді өтішқали бұл кісілер ішінде еңбегін жасаған болар. Бейтұрғанменен қазықтың аты қазық, өз басымыздан білеміз. Өздерінің мойнына сол кісі тапсырып кеткендей болып сезінген болса керек. Біздерді күні бүгінге дейін жетелеп, делбеші болып, ақылшы болып келе жатыр. Сол кісілерге рахметімді айтып, мынау өтішқалар әулетінен жаңағы азғантай ғана сыйлығымыз бар. Соны әкеміздің бергені деп келіп, сол берген киімдеріңіз тозсын, өздеріңізге өмір берсін дейтін ұсынысым бар. Мынау Өрекең ағамызға шапан және астына ат сыйлаймын. Бұл әрине жаңағы базардан сатып алған емес. Осы фабрикадан осынша әместірген. Beqaray, шақырайық апайды міне, өзі апайға. Beqaray. Қасына қарай жақында тұршы неге? Жақын болмаса Апа мақұл соңыңдар кәнекей берсеңіз. Енді бұл Емекен әкемізге бағана айтқан екінші қазық Қуекеңнің семьясына және Өрекең ағамызға тәсілім қойып, басына орамал тартамыз. Ағаға өзің егізбесің, біреуге бер. Ана, Емекен апарып келді. Бұл жерде апаршы. Бұл сендерге бір жақсатан әмелеткен әтеміз, жаңа қайттым ғой, өтішқайдың аруағы бұл жылы болып жатсын деп сіздерге ұсынып жатқаным. Сондықтан айларын сұраймын. Менге атырмын Өрекеңе. Мынаны келтірген жоқ. Мынаны әсем маманы,
басында бар екен, бірақ тағы бір ойын. Келін тартып алуға жақын жерде тұр. Алыңдар. Шапайға сіз дағы келесіздер. Марқашан жақтан. Жасасып қалмай ауылдың кісілерінен етіп таңыңдар. Құрметті ағайындар, бауырлар. Енді ашын ауылға қалып қоймасын ғой. Күндір өзім тағы болсын. Бана айттым ғой, бұл дүние тоғызсын, өмір берсін баршаңызға деп. Тағы да сол Өтешқа әулетінен мынау әпелерімізге, қалайларды жаңағы айтқан құдаларымызға, құдағайларымызға тағы да әмелеп көптірген әмеңгіде арқылы производство жаңа әмем дейтін жазылар, әсем дейтін. Бастарына көпсек тауып, тегізіп, сосын құдағайларға шешелерімізді орама тартамыз. Біреуінің басында жетпесе сұрады. Біз қаста бәрі үшін жолдық, не өретімізді айтпаймыз, осының көрейін сосын ағысын. Енді бір осындай аспиректе жатырмыз деп шауып баратқан жолда Қапизолла Пазолла дейтін тұр екен. Сағынайып Ғадыл дейтін деп соған сөйлесіп, Аққыстаудан. Соған қайда шауып баратсың менен? Мен ана кісілерін таратқанша әңгімелесін айтып тұрған бұл. Сосын айтамадым, сосын шырай алмадым. Сөйтіп бір әкем мен шешеме аспиренде жүрдім. Мынау Сейдағалиев Сайпелен дейтін жас кіші болғанменен оның әртүрлі жолдарымен ағайындығы бар еді, соған кетіп бардым. Әлгі үшеуі сылқылдап күледі. Не бұл? Ол Сайпелен саған бармас дейді. Неге бармайды? Оның бармайтын себебі бар деп бұл айта да қоймайды ғой. Кішкене араң тұрып барып, жақында бір жыл қалып еді, биесі болмай алып беріп, соның жаратқанды екен деп жалап қарағанын ұшып кетіп ауырып жатыр деді ғой. Ойбай, Құдай айтты, бұған не сесен екен деп соған бардым ғой, барғасын екен деп ойлап жатырмын. Сосын барғасын мечеден бастап қозғадым. Иә, білем ғой, жездем ғой деді. Жездем болса солай. Енді бір жағында Жұбанды білесің, Өтешқайды білесің, Ақбалды білесің, бізді Итак білесің, мұны ағайындарды. Ал енді осылай дедім ғой. Бұл сау болсын, әйтеуір береттерін өймен жатқан жер жатыр екен, барсын. Ұшты келді. Дұрыс екен дәке, бұл бір болып жатыр, бірақ осының бір мағанасы, я болмаса басқа бір жайының өзін дұрыс білмей жатырмыз ғой, бастап өткізіп қарауға болады ғой. Соныменен саған рахмет айтам. Мен саған өзіңнің бір айтқаның бар ғой, біздің ауылдан қыз ала келе, мұның бар шулаған жұбаннан қоймайды. Саған жылқы беремін, сол шулаған қойдан бір қой беремін. Марқаштардың құмдап бірден келеді. Марқаштардың жылқының өзін келіп қойдым. Ал енді, рахмет, сау болыңыздар. Баршаларыңызға да тағы да басып, семей атынан, Өтешқа әулетінен ақындар айтсын, бастап кетелік. Қалай, көрген жоқ құдап айттың ғой. Бірақ ақсақалдармен ақылдастым. Ауылдың бұрынғы көре қалған. Сонда, мынау Қабекең ағамызбенен, мынау Сейдағали нағашымызбенен, бәрінде айналып жүргенде, осы қалай өтеді, қандай сіз көре қалдыңыз, біреуіңіз кітаптан оқыдыңыз, біреуіңіз жастап отырсаңыз, жасыңыз бізге бір ғасыр жасадыңыз. Дегенде, сол нағашым айтқан, ай менің көргенім, әйтеуір барған кісі ештеңе алып бармайды да, бірақ алып қайтады деп. Сосын неден алады деймін ғой. Онда основной өлең айтқан алады, 20 тиын алады дейді. Қуанып кетпірсем, ол кезде 20 тиын бір қой екен. Кемпір аңылда өлең айтады, мен барғанда мынаны айтамын деп әлгі. Енді Сейдекен ағаш сізге тағы да рахметімді айтып, мынау халықтың алдында еңбегін сатусыз кетірғанменен сізге де екі Сейдағайдың баласы айырмай бір қой беремін. Қорғашында еркек пе деп сұрағады, ол қиындау.
Жылқының да түртісін айтып қойған дұрыс болар. Мал дөккелі заман ғой. Ал ағайындар басталық, айтысты. Оңайбай ағамыз ашады. Қалайық, біз бүгін ауылдың алғана топ өнерпаз ақындары болып, бізде сол кісінің ас беруіне атсалысайық. Елімізде, өзіміздің ауылымызда болып отырған бірінші дәстүр екен. Бұл болашақта жалғасын тапсын деген ниетпенен мынау жас балдарды ұйымдастырып, осы айтысты осында алып келген болатынбыз. Бұл енді болашақта осылай жалғасын таба бергей деген ниеттеміз. Мынау ақын сөз бастағанда, өлең айтып отырғанда кішкене денемесін боздырып, айтып, айтырсап, айқайлап отырғанды. Өнер адамы қоштаған деп сөйлейді. Жиналған мынау қалайық, сөзге құлақ салайық. Ақындар шықты ортаға, оны да бір қарайық. Ас беруді бүгінгі қайғы емес деп санайық. Өтеш қали ағаны еске қалып, бәріміз думандатып тарайық. Бүгінгі мынау бастама үлгі болсын, басқаға салт дәстүрді дәріптеп үйретейік. Бәріміз кейінгі ұрпақ жасқа да айтыспенен қанаттас ойындар болды басқа да. Өтекең тірі кезінде көре қалдық өзінде, әзілменен күлкеді әрбір айтқан сөзінде, сол әзілін тыңдаған бірге болып өзімде. Күні кеше секілді 25 жыл өтсе де бейнесі тұр көзімде. Бөлеге дау марқұмның жүрегі менен тілегі адам деген сезімге. Айыра білген қадамет жақын менен туғанды, дүниеден өткенше ойын сауық қуғанды. Ол кісі жүрген ортада болушы еді думанды, еңбекке десе еншідей оғанда белді бұлғанды. Ай қайырым сөз сұмажал әкетті оны жасынан, қара жерге теледі достарының қасынан, балдарының жас қалған не өтпеді ау басынан. Тағдырға кімнің таласы, қайырымсыздығын қарашы, дегеніне жет алмай қара жердің қойына тағы да кетті ау анасы. Тірі адам тірлік істейді, балдарының өсті санасы, азамат болып ол бүгін әкесіне қас берді, келгенін шамшамасы. Тірісіндей әкенің думандатып өтуге ниет еткен баласы, ал айтысты бастайық, қарсы болып қосыған болмаса ешкім таласы. Ашық бердім айтысты, сөзімнің келдің ай толасы. Енді айтылар тағы да бар жастар әні. Бұл айтыс кейінгіге болсын нұсқа, шеберлік шешендік жоқ сөзде құста. Дәстүр көп, біз білмейтін жас ақындар қайрар мүмкін сөзді олар қысқа. Келген жоқ бұл ақындар көп білікпен, сөтілген тіс қақты емес, көзгіліккен кемшілік болар бізден. Бірінші ғой сұраймын кешіріпті көпшіліктен. Ағайын жат болады қалыс жүріп, адамға қасын қасиет таныстырып, айтысқа қазір түсер ақындармен сіздерге жіберейін таныстырып. Шықпаған асу асып биік асқар, ақындық өнері бар сөзін астар. Отырған ақындардың бәрі дағы өрімдей жаңа өмірге қадам басқан. Биікке ақын шығарылып, демеймін оны сыңар деп, аяқтап берет айтысты інім мына отырған Шынарбек.
баспақшы болашақта әке ізін, жалғаған ақындыққа жастық кезін, Ақмарал ұруадай алдарында отырған айтсам деп менің қызым. Ортаға ай бергендей келді ақын, мақтауға бұл ақынды бар ғой қақын. Ұруы ай бергеннің құл кешеді, сондықтан осы ауылға болар жақын. Тұйықтау мінез ауыр сөзге сараң, ақындық жаратыпты оны заман. Келеші ақынымыз ұруадай болады еркін ұлы туматпадан. Айтылар ақындарға жоқ қой сен, сыным, өнерге қатысалысқан таппайтыным, жанғабыл тегідегі ортамызда жарқырап жайоғындай қаққан күлім. Айтылар бұдан әрі сөзім қысқа, таниды бұл балдарды кәрі жаста, қарағым қыз баласын жолың үлкен, Ақмарал бірінші болып сөзді баста. Өлең боп шабыт шалқып құйылғанда, сауапқа жазылсын деп қадамдарым, алдымен сәлем берем құйылғанда. Ешкімде бұл дәстүрге тақпас кінәм, ас беру рәсімге бүгін мына. Арнатып бұл айтысты өтеш қали, атамыздың бағыштап рухына. Бейшара бұл тағдырдың көктемінен, өмірден талай боздап өтпедім. 25 жыл өтеш қали атамыздың, дәм бітіп дүниеден өткенін. Отырмыз бүгін міне бері басын, ауылдың қонақ етіп кәрі жасын. Егерде тірі болса ортамызда, тойлар ел қуаныш пен 70 жасын. Ол жайды бұйыртпады қартымызға, қайғырып қалған еді халқымызда. Құлпырып 45-те көз жұмдыңыз, бала жас қалды шулап артыңызда. Шаңырақ құлағандай сияқтанды, қай пенде сұма жалға қият жанды. Бірақ та шүкіршілік етті елім, артында ізің басар тұяқ қалды. Сұма жал сұрқия ғой сумаңдаған, қуанар ер баланы туғанда да. Ас беріп сол ұрпағың жатыр бүгін, еске алып елін жинап думандаған. Сол бала қалғаніне артыңдарың, қорасын құрбы құрдас жақындарың. Бұл асты салтанат
елімізде қорғайды аруақта демегенмін. Ақын боп шықпасақ та ағытылған, жаспыз ғой жалын атқан шабыттанған. Сенде ай қарсыласым не білесің, ас беру осы дәстүр бағытын. Игигай халқым, игигай. Алдым мен сәлем берем кәрі жасқа, айтатын қарсыласқа сөзім басқа. Жазылсын ол сауапқа, қадамдарың жиналған барша халық бүгін асқа. О халқым, бұл айтысты шет көрмеңіз, айтысқан ақындарды жек көрмеңіз. Той емес ас беруде айтысқанды, бұл қалай тосын әдет деп келмеңіз. Өтті ғой қысымшылық заман қайда, айтыстық ұлы батыр Қабанбайда. Әзірленіп жатыр ғой барлық ақын 150 жылдығында Ұлабайға. Отыру міндет емес адам тақта, дербестік жетіп тұр ғой осы шақта. Айтыстық күні кеше ас бергенде, айқайлап Исатаймен насихатқа. Түсінсек мынау көздің қарасына, жетті айтыс ауылдың да арасына. Өтешқали атаның қасиеті, кембейеді Бақытжандай баласына. Түсінік жетпей жатыр әлі бізде, бабаны дәріптемеу сәнімізде. Ас беріп бабамызды ұлуғалап, қолдансақ қандай жақсы бәрімізде. Сұрасақ үлкендерден білетұғын, түгі жоқ осы жайға күлетұғын. Сұрасаң ас берудің жағдайынан, әзірге осы менің білетінім. Жақсыны көңілге жай жаратамыз, ілесіп қырын көптен баратынбыз. Бұл істі болашақта бастамақып, сенде айт қалай елге таратамыз. Бұрын біз доғарамыз жылын еріп, жатамыз бірін білмей бірін біліп. Ескілік салт дедік те тоқыраудан, қалды ғой қазағымда ырымды. Өстікте орыстардың арасында, ілесіп кеттік жаман қарасынға. Көп жылдан соң ас беру бұлай дұрысын, таба алмадық аталардың моласында. Игай халқым, діншіл болды бұл дінге сенген еді. Діншілдік әлде қашан сөнген еді. Ұмытып мұсылманды кәпір болып, нұрыпсыз жас сәбиде жерленбеді. Түйедей қазақ салтын шудалап,
адамды күлмей салды өлгенін. Еркіндік енді міне елімізде, сынамас ешкім атым жерімізде. Ас берсек тап осылай аталарға, бір иса тірімізде өлімізде. Егей халқым, егей. Қараймыз болашаққа үмітпенен, қазағым сырың ашық бүгін. Міндеті ақындардың осындайдан, тарату ел ішіне үгітпен. Келмейді ешкімді де жамандағым, болады өз тұсында замандағым. Ас беру құтты болсын бүгін рәсім, осымен айтысымды тамамдаймын. Егей халқым, егей. Жерледік баланы да, денімізден безгендік соншалықты күреп тастап үй салдық моланы да. Өткен жайды налисың сөз еткенде, орыстардың өктем боп көз еткенде. Арақ ішіп мас болып айқайластық, ең қысқасы өлікті көз еткенде. Сөйлелікке қайғырып ортаймадық, теріс әдет істерді бір қоймадық. Жерлік келген күнінде басқа түгіл, ат көпіргіп ақшаны карт ойнадық. Еске алуды жасадық ертеректе, басқа ұлтқа еліктеп еркелікте. Ас соңынан көбейіп мас адамдар, жүдік талай оларды желкелікте. Бүгін міне шайдан соң айтыс ойын, қысқартылды ақшамен карта ойын. Ұлағатты әңгіме қарттан тыңдап, бір көтеріп тастады жұрттың бойын. Алдымызда енді жоқ құрылған тор, дінімізге және жоқ қазылған ор. Үлкендерден сұрап болашақта ас беруді өткізсек бұдан да зор. Көп білмейміз таусылды айтар тағы, елге енсін салт-дәстүр жақсы жағы. Жатқан шығар риза боп баласына, Өтешқали атаның әруағы. Осы жайлар көңілде көптен жүріп, салт-дәстүрім қазағым кеткен жүдеп. Осы дәстүр болашақ жалғассын деп, дұғарамын бұл асқа қайыр тілеп. Ақмарал Айберген өнерлеріміз, үлкен рахмат өнерге. Енді бірақ өнерлі жастардың өнерін махаббат бесігінде, аққулар арасында әлің жүр барасың ба, бір сұлының аяғы арыстың жағасында. Әннаға жанаға сен аңсап шарқырап шағала, Каспийдің толқыны соғады жағаға. Әннаға жанаға шақшаға, еліңе мәңгі ұнатқан нәрдердің ән долақтан, жетеді іңкәр әлің теріскей тамбы жақтан. Ән болып ұшарында ақ
құлға ұқсадың ба гүл болып үлбіредің бақыттың құшағында ән аға жанаға сен аңсап шарқырып шағала Каспийдің толқыны соғады жағаға ән аға жанаға Шалқыған жалын жастар, тойларда әнің бастар, толқиды әуеніңмен, ақмаңдай қарындастар, тұнса да лала гүлге, өксиді дала бірге, ескегін қайығыңның, қалдырдың аға кімге, ән аға шарқырып шағала Каспийдің толқыны соғады жағаға ән аға жанаға ән аға жанаға сен аңсап шарқырып шағала Каспийдің толқыны соғады жағаға ән аға шәмшаға Каспийдің толқыны соғады жағаға ән аға жанаға ән аға жанаға Басқа келген алғашқы ауылдағы асперге қарай үлкендерде жаста келген қош келдің аға әже аталарым нағашым жиен жеңге апаларым туыс бауыр бәріңнің қабыл болғай баталарың дәріптеп қазағымның дәстүр салтын жас болып білмесек те сөздің тарихын біз шықтық айтысуға көп алдынан қозғар деп ой пікірін мынау халқын оң жақтағы сен аман бол оң жақтағы сен толғанды осы дәстүр басталарда үлгі болып қалар мүмкін басқаларға үлкендер ақыл қосып пікір айтып кеңесін берер ме деп жас қылдырғы ауылдан осы дәстүр алғашқылық ақынға айтысу шарт алмастырып біз шықтық айтысуға ас беруде болашақ ел кетер деп жалғастырып не айту белгісінде осы бетте ұмытып тоқырауда қалдық шеттен үлкендер бата менен ақылын бер өнерпаз мына біздей жеткіншекке әкеге
айтып періштелер қабылдасын қолдаймыз бастаманы жас болсақ та ойыңдай торда қазан қарсы болсын ай Ассалаумағалейкум қариялар қарт көрсем көңіліме қариялар халқының салт дәстүрін ел ішіне сол елдің ақыны ғой жариялар айга гой айга гой айга гой бұл дәстүр тоқырауда сөніп қалғын діншілдік ескі әдет болып қалғын дербестік алған шақ қой ақыл берер бұл жайды қарттарымыз көріп қалған айга гой айга гой айга гой айга білмейміз бұл дәстүрді сенде менде болған жоқ ес білгелі біздің елде ат шабыс айтыспенен түрлі ойын боп естиміз өтетін кейбір жерде айга гой айга гой айга гой